Бір күні Найман Ақтайлақ би Қанай биге былай деп сұрақ қойған екен. Ер басында бақыт нешеу, кемдік нешеу, құлазу нешеу. Сонда Қанай би Ақтайлаққа былай деп жауап берген екен. Ер басында бақыт бесеу, кемдік үшеу, құлазу төртеу. Атың жүрдек болса, жалғанның пырағы, алғаның жақсы болса, үй мен қонақтың тұрағы. Әкең асқары тау, шешең қайнар бұлақ, балаң жақсы болса, екі көздің шамшырағы. Міне 5 бақыт деген осы. Атың шабан болса, жалғанның азабы, алғаның жаман болса, дүниенің тозағы, балаң жаман болса, көрінгеннің мазағы. Міне 3 кемдік деген осы. Қалың ел көшсе, көл құлазиды, қаптаған мал кетсе, бел құлазиды. Нарқын танымаған сөз құлазиды, қатарынан айырылған шал құлазиды. Міне 4 құлазу деген осы.